Енді одан әрі қарай тарихы бұның, міне көрдіңіз одан әрі тықсырып жатыр 1510. Иә, қараңыздар, бұхара енді былай орта азияға келейік. Мына парсыларды, парсылар талқандағаннан кейін Бұхара елі әбден тығырыққа тіреледі. Сөйтеді де Бұхара елінің билігінен мына Хиуа жері шығып кетеді. Қолынан сусып шығып кетеді. Хиуа жері. Шайбани хан құрған мемлекеттің қолынан сусып шығып кетеді. Өйткені Шайбани ханның өзі жаңа айтқандай Исмаил шахтан тас-талқан болып жеңілген болатын. Сөйтіп шайқаста қаза тауып, Бұхар мемлекеті қиын жағдайда қалады. Міне осы тұстар ғой шамамен қазақтардан көмек сұрайтыны, мына өзбектердің Қасым ханнан. 1511-ге қоямын, қазір Хиуа пайда болады. Хиуа, көрдіңіздер ма? Бұхара кетті. Хиуа, Чаржоу, Қонжы қала, Капетдаг, Қызылсу, Қарақұм, Гурганж деп, Үргеніш қаласы. Көне Үргеніш, Қарақалпақ, Қоңыраттар, Сығанақ, Қызылқұм, бұлар енді Бұхара билігінде. Біз әлі Сырдария бойына толық қоныстанған жоқпыз. Атақты мына